Үкімет тыныш жатқан жыланның құйрығын өзі басты. Ұйқыдағы көкжал орнынан тұрды. 1936 жылы Оспан Моңғолиядан мылтық әкелді деген өсек шығып, алғаш мылтық жинаған кезде мылтықты тапсырып береді де, жасырған қылыш пен оқты алып қалады. 1939 жылы 24 желтоқсан күні Шыңғыстай үкіметі Ақыт қажыны ұстайды. Жұма намазына жиналған жұртты шеріктер жағынан мешітке қамалса да, Ақыт қажының замандасы Иманбай орайын тауып ұлы Есім ханға сұмдық хабарды тізгін ұшында жеткізеді. Ақынды құтқаруға үлгіре алмаған Есім хан бармағын шайнап жүргенде, үкімет өзіне соғым қадайды. Осындай қысылтаяң сәтте Есім хан Оспанды іздеп табады. Әрі ақыл қосып: "Сенде құрал бар ма? Құрал болса, қамданбасақ болмас. Мылтықты үкіметке тапсырмай-ақ маған сен", дейді. Өз ойының үстінен түскен азаматқа Оспанның да іші жылып: "Менде оқ пен қылыш бар. Мылтық табу да қиынға соқпас. Бірақ ат-көлік жағдайын қамданбасақ болмас. Сенімді серік, сені рат, сермелер семсер сай болса, қусақ жетіп қашсақ құтылар едік", дейді. Сөйтіп ант байласқан соң Есім хан Оспанға әкесі Иманбайдың Ақсұраты мен Тоқажанның Қаралаты деген екі сайгүлікті түнделетіп жеткізеді. Оспан бір сөтке ішінде қару-жарақты дайындап үлгереді. Осы кезде Көктоғай ауданының Қуыршақ әкімі Шүйірлин Керім дегенге Есім ханды іздетеді. Есім хан оның өзін байлап тастап, ізінше әкім бастаған 7 адамды өлтіріп қолын қандайды. Алғашқы айқаста Оспан тағы да оққа кетеді де, әкімді өлтірушілердің ішінде інісі Дәлелхан мен ұлы Шердиман болады. Осыдан кейін Оспан Есім хан бастаған 100-ге таяу адам Көктоғай ауданының қалашығына шабуыл өтеді. Нәтижеде Маулия, Сәтіш, Қапас сияқты 3 адам оққа ұшып, қалашықты ала алмайды. 1940 жылы наурызда Көктоғай елі Шіңгілге қосылады да, жоғарғы төменгі елге хабар айтып, құрал тапсырмай, Қытай әскерлерін қуып шығуға үндейді. Көктоғай қалашығына жасалған бірінші шабуылда бір қыдыру қару-жарақ олжалаған Оспан қолы ендігі жерде өліспей беріспеуге кіріседі. Сүлеймен Нүсіпұлы, Мұса Тұрақбайұлы секілді батыр да мерген азаматтармен қосын нығая түседі. Шіңгіл елі де сарбаздарға үн қосып, жеңісті шерулер етек ала бастайды. Сартоғай бұлғын шайқастарынан секем алған жау қолы шайлыққан жүрегіне кек орнап, ұлт-азаттық күресін жүрегінде тұншықтыруға ұрынады. Жау жағы өз күштерін жанталаса көбейтіп, Көктоғай мен Шіңгілдегі әскери бөлімдерінен тыс Үрімжі, Шонжы, Алтайдан 2000-ға тарта құралды жасақ топтады. Танк, соғыс аэропланы, зеңбірек сияқты барлық озық қаруларын іске қосып, қазақ сарбаздарын жалмай салғысы келді. Шаған кергеннен басталған сұрапыл шайқастар Асқабыл, Шаймұрат, Жанабіл, Дағыстан, Ақтеке сияқты ерлерді жалмаса да, жау жасағын да қанға батырып, қырғынға ұшыратты. Көптеген қару-жарақ олжалады. Болғын, Қаптық, Қарағайты, Ақтас, Қарашора, Қарасу, Күрті секілді жерлердегі қиян-кескі ұрыстарда бірде жеңіп, бірде жеңіліп тұрған қазақ қосыны өздерінің осал еместігін әйгіледі. Жау жағы бірде зеңбірекпен атқыласа, бірде аэропланмен бомбалап, жерден де көктен де қаһарын төгіп, өлермендене шабуылдады. Өр-Алтайдың табиғатын бекініс еткен қазақтар жағы тау-тасты паналап қайтарма соққы берді. Арт-артынан ойсырай жеңілген шың әскерлері қазақ қолын қарумен бағындыруға дәрменсіз болды. Аэроплан арқылы үгіт қағазын таратып, көтерілісшілерді келіссөз өткізіп, бітім жасауға шақырды. Мырзағамақта отырған Бұқат, Халел секілді кісілерді босатып, Көктоғайға әкелді. Жәнімхан, Рахат, Шәри, Дәлелхан, Нәзір сияқты ел біліктілеріне халыққа насихат айтқызады. Шыңғысайдың қайнатасы Чиу Зуңжун де халықтан кешірім сұрап, ел мен үкіметті жарастыру мақсатында Көктоғайға келді. Сөйтіп, 1940 жылдың 18 жұлдызында көтерілісшілер мен шың үкіметі 6 түрлі бітім шартына келісті. 1. Бұл жолы көтеріліске қатынасқандардан ешқашан ешқандай жауапкершілік сұрастырылмайды. 2. Түрмеде барлық адам босатылады, өлгендердің сүйегі беріледі. 3. Аймақ аудан бастықтарына және аймақтық мекемелердің негізгі басшылық орындарына жергілікті халықтан адам қатынасады.
4. Көктоғай Шыңғыл аудандарындағы сақшы мекемелерінің бастығы немесе бастықтың орынбасарлары жергілікті халықтан болады. 5. Көтерілісшілер қолдарындағы қару-жарақтарын үкіметке тапсырып береді. Оның есесіне үкімет аймақ орталығында ғана белгілі әскер тұрғызғаннан басқа өзге аудандарда өте-мөте Көктоғай Шыңғыл аудандарында әскер тұрғызбайды. 6. Халықтан алынатын алым салық жеңілдетіледі. Әрі осы жолғы көтеріліс тұсында қиыншылыққа ұшыраған халықты үкімет көмек көрсетіп құтқарады. Қашанда жүзінің жылысын сыйлап, тісінің ағымен алдауға тырысатын Қытай саясаты көп өтпей бет бүркенішін алып тастап, айуандығын әшкереледі. Елдің талап тілегі жайында қалып, шың үкіметі қампезерлік танытты. Халықтың ғазабы қайта көтеріледі. 1941 жылы маусымда көтеріліс қайта бұрқ ете түсті. Бірақ ел ішіндегі алалықты пайдаланған Қытай саясаткерлері аюдың өз майымен өз етін қуыруға кірісті. Бір мезет елді алдаусыратып тұрып, 4000-нан астам әскери күш жұмсаған шың үкіметі жермен де, әуемен де сұрапыл шабуыл жасады. Бір жағынан Жанымхан сияқты инабатты адамдар Құдай, Құран деп елді құрал тастауға насихаттады. Дағдару күйіне түскен көптеген адамдар үкіметтен шарттасуға келісті. Ал Оспаншы? Оспан, кеше ғана өтірік айтып, бізді алдаған үкімет енді шын айтады дегенге кім нанады? Бағынғысы келгендер, Қытайға сатылғандар қала берсін, мен кеттім деп келіспестік танытты. Осы жайлы әңгіме өрбігенде Оспанмен бірге болған баласы әрі жауынгер қатарындағы Нәби Оспанұлы былай сыр шертеді. Аналарды Қаратастағы мәжіліске шақырғанда Төлестен Әбдірахман ауылы, Оспан ауылы, Сайеке ауылы сынды 4 ауыл мен Сүлеймен Бектұрұлы бірге көшіп, өзен бойына түсіп кеттік. Біз ертістен өтіп бара жатқанда Ақанай Ақытұлы қатарлы бірнеше адам елбасыларының тапсырмасын жеткізіп, бағынсақ бірге бағынайық, бөлініп жарылмай, не көрсек те бірге көрейік деді. Бірақ Оспан, біз бағынбаймыз, үкіметке олар сенсе де біз сенбейміз, ал бағынамыз дегендерге тосқауыл да етпейміз деп қайтарады. Сонан өзеннен өтіп Қарағанды Шібе деген жерге шығып кеттік. Біздің артымыздан қуып келушілер болмады. Үрімжіден Алтайға бара жатқан кірекештердің түйесі мен күрішін тартып алдық. Ақпанның басында Мәмилә Зәңгі, Уатқан би, Мағауия Залың сияқты кісілер үкіметке өкіл болып келді. Олар Керейдің игі жақсылары түгел бағынды. Ал енді қалған азғана топ не қылмақ? Бала-шағаңның күйін кетірмей, елге зәбір тигізбей бағынған жақсы деген үкіметтің сәлемін жеткізді. Егер бағынбаса құрал күш арқылы бағындырамыз дегенді де айтты деді. Және осы мазмұнда жазылған қағазы да әкелді. Оспан, халел мен бұқатты жетістірмеген үкімет бізге не жақсылық қылсын? Мен бағынбаймын, әрі үкіметке сенбеймін. Өлсем жастығымды ала жатамын дегенді айтып қайтарды. Оспан әккі үкіметтің қанды қақпанын баспастан ертеңін ойлады. Шың үкіметінің зұлымдығынан қашқандар оның қол астына жиналды. Оспан қару-жарақ сайлап, қосынын ретке салып, ұлт азаттығы үшін бел шешпей күресуге ант етіп, құм даланың құшағында жаралы көкжалдай кезіп, келешегіне асықты. Жәди Шәкенұлының Оспан Батыр романынан ықшамдалды. Видеоға лайктеріңізді басып, комментарий қалдырып, басқалармен бөліс отырыңыздар.